Қадамына жерлестері дән риза, депутат, әкім, кәсіпкер ол нән мырза. Облыста беделі бар салмақты, ұялының ұлы емес пе Қалмырза. Сіздермен туған жердің топырағын бірге басып, ақшағыл құмдарын бірге кешіп, теңіздің таудай толқындарымен алысып, шалқыған айдында құлаш ұрып жарысып, аққайраң жағалауында жалаң аяқ жүгіріп, бірге өскен ұлдарының бірімін. Теңізі толқыған, айдыны шалқыған, қаздары қаңқылдап, шағалашы шаңқылдап, тұстары шулап, балығы тулап жатқан базарлы, берекелі жер, киелі мекен еді-ау, ұялы биіктау, Қосшақау ауылдары. Қандай керемет, қандай ізгілікті, қандай сыйластық деп айтаңызшы елдің адамдарын. Бірін-бірін боқтау, не бірін ұрсысу дегенді білмейтін, тек қана сізі, бізді жарасқан бір тұтас туысқан ел болып саналушы едік. Бозбала, балаң жігіт, шетсіз-шексіз мөп-мөлдір тұңғиық теңіз қойына қарап тұрып, қиялмен алыс ертегі елдеріне ойшаттанып, ер жетіп азамат болғанда кім боламын деп армандаушы едім. Сол армандар мен қиялдар жетегінде 1976 жылы нөмір 80-ші ұялы орта мектебін бітірісімен Арман қала Алматыға аттанып кеткенмін. 1978 жылы Ленин атындағы Қазақтың политехникалық институтына оқуға түстім. 1980 жылы бітіріп шықтым. Институттың жолдамасымен Қызылорда қаласының жылу жүйелері мекемесінде аға мастер, бас инженер болып қызмет атқарып, 1986-2008 жылдары аралығында 24 жыл бойы үздіксіз аудан аралық жылу орталығында президент, одан кейін директорлық қызметін абыроймен атқарып шықты. Сол жылдар 4 рет шақырылған қалалық мәслихаттың сайлауына түсіп, 16 жыл қатарынан Қызылорда қаласы мәслихатының депутаты болып сайландым. 2008-2010 жылдары Қызылорда қаласы әкімінің бірінші орынбасары болып тағайындалдым. Бұл сіздердің алдарыңызда ұялы Биіктау ауылының кешегі баласы бүгінгі азаматының есебі деп қабылдауларыңызды сұраймын. Өзіміз кластастар болып жиналып, мен бар, Шанжархан, Рауан, Пазылбек, Жаппар келген бізге қонаққа. Өзіміз жиналып бас қос, сондай бір өзіміздің керемет еліміз, туған жеріміз Биіктауға сапар шегетін болып шештік. Көрейік, көшіп кеткелі барған жоқпыз. Қандай күйде, қандай жағдайда қалды екен еліміз. Қазалық қаласына соғып, Жаппарды алып, ары қалай көгер арқылы Биіктауға жеттік. Барсақ, Биіктау ауылымыздың барлығын шөп басқан, сораң қаптаған, шырпы басқан, әрқайсысы адамның бойымен бірге келетіндей. Бұлақтарды есімізге алып отырып, сонымен қарап отырып, үйлеріміздің орнын әдес таптық. Үйлерімізге барып, шалқайып жатып, міне ұлдарың іздеп келді деп, әке-шешелеріміздің басына барып, Құран оқып, бір ауыр жүктен арылғандай болды. Деңгейін жиналып, мектебіміздің орнына барып, фундаменттің үстіне шығып тұрып, оқып жүрген кездегі небір қызықтарымызды еске түсірдік. Кешкісін Қарақалпақ бейітінің жағасындағы көлдің жағасында отырып, ұзын сондар әңгіме айтты. Сондағы біздің жігіттердің әңгімесіне, арасында жылап алған кездерін еске түсірсем, осы кезге дейін іші бауырымыз елжірейді. Бір есте қалатын кезі, бұл енді 2003 жылы көктем айында еді ғой. Ертеңінен тұмсыққа қарай плотқа бет алды, Қонысбай ағамыздың жұртына. Плотқа да барып жетіп, мұз қала ол кездері сол күйінде сақталып тұр екен. Тек ішінде мұзы жоқ, плоты да бар. Плоттың қасында бір-екі кеме тұр. Дұрыс жиналған склады бар. Цехтары сол күйінде сақталған. Аралап, қарап жүріп, біраз уақыттай болды, енді жарты күндей болды-ау деймін. Қайтар кездері Жаппар орнында тұрып қозғалмайды. Қарасақ, еңкілдеп жылап тұр екен. Содан басу айтып, қойлап әліздегенді алып шықты. Кім білген, сөйтсем бұл Жаппардың өз еліне, өз жұртына соңғы рет баруы екен. Келер жылы Жаппар бұл дүниемен қош айтысып, өзінің бағила елді мекеніне аттанып кетті. Сонда деймін-ау, сол бірдеңе сезгендей болыпты. Сөйтіп, 2 күн қонып, 3-ші күн ұялыға барып, ол жаққа да ескі елге, жұртымызға, мектеп-интернатымызға, талай түскен банямызға барып, айдынымызға дейін аралап, бәрін көзімізбен көріп, мауқымызды басып, елімізге оралдық. Сондай аса бір керемет аңызға бергісіз елді, теңіздегі суы тартылып, басынан бағы тайған сол бір кезді
біздің ауылдың қарт балықшылары күңірене шулап, нестен білмей дағдарып, туған елмен, жермен жылап жүріп, ата кәсіптермен қош айтысып, дүре көшкендеріне де міне 42-43 жылдың жүзі болыпты. Амандық ініміз шатасып, бәріміздің басымызды қосып, туған елімізді, туған жерімізді еске түсірген сәт қандай керемет десеңізші. Бір ауылда жүргендей болып